11 жылда бала не үйреніп шығады? Геометрия, физика, математика, тағы да басқалар нәрселер, олардың барлығы не үшін керек? Н мен Н-ді айыру үшін олардың барлығы не үшін керек? Былайша айтқан кезде, турасынан былай тереңнен қарастырып айтқан кезде, экзамен тапсыру үшін, Н-ді тапсыру үшін, және де тағы да басқалар БЖБ тапсыру үшін керек. Бірақ бұлардың барлығы негізінде маңызды емес. Мен бұны тіпті көптеген видеоларда айтамын, барлық видеоларымда айтамын десем де болады. Бірақ ең маңыздысы, бала не үйрену керек? 11 жылда ол өзінің кім екенін білу керек, тіпті өзін қалай табу керек екенін де білу керек. Осылардың барлығы өте маңызды, бала үшін өте маңызды, өте маңызды. Ал бұл баланы мектеп үйретпесе де, мен үйретуге бар күшін салатын боламын. Енші достар, өзіңді қалай табу керек, өзінің кім екенін, мен кіммін деген сұраққа қалай жауап беру керек, осылардың бүкілін бүгін айтатын боламыз. Енші достар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетсеңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, бұл видеоны достарға таратыңыздар. Бұл видео сіздің дамуыңызға өте үлкен мықты канал болып келеді. Кеттік, ендеше бастаймыз. Сонымен бізде 4 жыл. Ең бірінші жыл өзің не нәрсені жақсы көресің, соны анықтау. Саған қандай контент көрген ұнайды, саған не нәрселер қараған ұнайды, саған не нәрсе бір ұнайды. Бұның барлығы жаңағы айтқандай контент деп айтып кеттім ғой, бұның барлығы сенің қазіргі таңдағы контентіне қарай. Яғни сен қандай контентті қарайсың, қандай контентті саған қараған ұнайды, және қандай контент саған мотивация береді. Осылардың барлығы саған сенің жаңағы не ұнайын деген сөзге жауап беруі мүмкін. Мысалы, ютубтан қарайсың, ютубтан қарайсың. Окей, маған мынандай нәрселер ұнайды, маған мынандай блогерлар ұнайды. Енді осылардың бүкіліне қарай отырам, олар не туралы түсіреді? Мысалы, біреу тамақ туралы түсіреді, біреу мынандай спорт туралы түсіреді, біреу саморазвитие туралы түсіреді, біреу мынандай басқа да бір тақырыптарға түсіреді деген сияқты. Осындай бір мәліметтерді ала отырып, минимум 3 жыл құрастыру керексің. Яғни саған не ұнайды, осы жағына 3 жыл құрастыруың керексің. 3 жыл жазып шығу керексің. Кәдімгі қағаз аласың, бас жағына ұнайды деп жазып қоясың да, астына осылай жазып шығасың. Бұл бірінші жыл. Және де біздегі екінші жыл, саған не нәрсе энергия береді. Сен не нәрсені жасаған кезде сен кәдімгідей энергия аласың. Былайша қыздардікіне ұмытып қалдым, бірақ ол адамдарға, ер адамдарға тестостерон дейді. Яғни тестостероны артып кетеді. Төмен түспейді, тестостероны артып кетеді. Бұл тез дофамин болмауы да мүмкін, және де жай дофамин да болуы мүмкін. Яғни тез дофамин деген сенде кәдімгідей басында үлкен желание болып отырып, соңында өшіп қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде сенің сүйіктісінде ол кәдімгідей бір орында тұруы мүмкін. Қалай тез басталды, солай тез болуы мүмкін. Немесе жай дофамин болып, ең соңында өсіп кетуі мүмкін. Мысалға, сен басында кітап оқығың келмей тұрады, бірақ кітап оқып болғаннан кейін, 10 бет оқып болғаннан кейін сенде кәдімгідей идея болады, сенде кәдімгідей мотивация аласың. Осылардың барлығы біздегі екінші жыл. Сен осы жерде үш рет осылай жазып шығасың. Және де біздегі үшінші жыл, өзіңнің сүйіктісіңді қалай анықтауға болатындағы үшінші жыл, сенің өміріңді кім өзгерткенін анықтайсың. Окей, былай қарап отырасың. Менің өмірімді примерно мынандай адам өзгертті дейсің. Мынандай сфера бойынша, мына сферада менің өмірімді осы адам өзгертті. Бұл жерде үш рет жазып шығасың. Бұл міндетті түрде бір қандай да бір мықты танымал адам болуы тек мүмкін емес. Мүмкін емес дегенде, бұл не обязательно ондай болуға. Саған мүмкін ол адам сенің ата-анаң болуы мүмкін, сенің өміріңді өзгерген, сенің өміріне гүл берген. Бұл сенің құрбың болуы мүмкін, бұл сенің досың болуы мүмкін, бұл сенің ұстазың болуы мүмкін, бұл сенің кітабың болуы мүмкін. Екі кітаптың авторлары бар ғой, олар да демек сенің өміріңді өзгерген адамдар болып келеді. Бұл YouTube блогер болуы мүмкін, бұл онлайн адам болуы мүмкін. Мысалға, менің өмірімнен келтірейін, кітап туралы айттым ғой бағана. Мысалға, «Богатый папа, бедный папа» кітабының авторы Роберт Кийосаки менің өмірімді өзгертіп тастады. Мен «Богатый папа, бедный папа» кітабын тыңдаған кезде, оқығанда емес, ең алғаш рет мен оны тыңдаған едім. Сол тыңдаған кезде менің ақша туралы бүкіл ойым өзгеріп кетті. Енді менің өмірімде ұстазымды алайық, Ләйлә Сайқызы деген менің ұстазым бар. Сол кісі де менің өмірімді өзгертіп жіберді. Ол менің ұлттылығымды артты, ол менің патриоттылығымды артты, ол менің ел алдындағы жауапкершілігімді арттырып жіберді. Тура сол сияқты Игорь Войтенко деген бір блогер бар, YouTube блогер бар. Ол да менің өмірімді өзгертіп тастады. Оның тренировкаларының арқасында менің өмірімді өзгертті. Оның видеолардың арқасында менің мотивациям артты. Осылайша менің өмірімді өзгерткен осындай адамдар бар. Енді біздегі 4-ші жыл, сен не нәрсені тегін жасайтын еді. Саған ешкім ақша төлемей-ақ сен не нәрсе жасайтын еді. Мысалы, саған ешкім ақша төлемей-ақ сен тамақ жасайтын бедің. Саған ешкім ақша төлемей-ақ сен кітап оқитын бедің. Саған ешкім ақша төлемей-ақ сен футбол ойнайтын бедің. Не нәрсені сен ақша төлемей-ақ жасайтын едің. Осылардың барлығын жазып шық. Бұл жерде минимум 3. Жалпы әрқайсына минимум 3 жазып шығуың керексің. Енді осылардың барлығын жазғаннан кейін сен арасынан ұқсастарын табасың.
қандай жер, қандай момент ұқсастығы бар. Мүмкін адам мен энергияның арасында ұқсастық бар. Мүмкін ұнайтын іс пен тиетін істің арасында ұқсастық бар шығар. Осылардың барлығын ұқсастырып шығасың. Сенде бірнеше ұқсас болуы мүмкін. Сенде бір үш жерден ғана ұқсас болуы мүмкін. Сенде екі жерден де ұқсас болуы мүмкін. Бірақ минимум екі жерден ұқсас табыла берсе, олардың бүкілін жазып шық та, енді анализировать етесің. Окей, мына жерден байланыстыратын нәрсе бар ма? Мысалы, байланысып қалатын мүмкіндіктер бар. Немесе байланыспаса да енді анализировать етесің. Окей, мына шынымен де маған ұнай ма? Қалай мынандай бір мамандық болса? Осылайша сен өзіңнің миына, өзіңнің ойына атака жасай отыра, өзіңнің ойына атаковать ете отыра, өзің анандай сама атака жасай отыра, миға сен өзіңнің сүйіктісін анықтай аласың. Бұл шынымен де маған көмектескен нәрсе, бұл саған да көмектесуі мүмкін. Бұл маған көмектескен нәрсе, бұны мен басқа достарыма да көмектескен едім дәл осы жиында. Мен бұны кейбір адамдарға да көмектескен болатынмын, бұл туралы көп адамдарға да айтқан болатынмын. Осылайша сен өзіңнің сүйіктісін анықтай аласың. Ендеше достар, видеоны ұнаса міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Бұл каналны қолдау үшін астында донат Каспи номер тұр, соныған өздеріңіз каналды қолдау үшін енді қолдап жіберуіңізге болады. Бұл үшін мен көп алғыс айтамын. Менің профессор мектебіне тіркеліп кетіңіздер. Инстаграмда, ютубыда бар, ол жерде функционалды білім болады. Ендеше көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.